Сәлем достар, бүгін мен сіздерге ірімшіктен булочка жасап көрсетемін. Бұны ватрушки деп те атайды. Ең алдымен бір стақан жылы сүтті құйып аламыз. Оған бір ас қасық қант саламыз. Бір шай қасық дрожь саламыз. Ерітілген майымызды құямыз. Шай қасықтың жартысымен тұз саламыз, жақсылап араластырамыз. ұн салып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыздың бетін жауып, жарты сағатқа қоямыз. Көтерілген қамырды алып, оны бірнеше бөліктерге бөлеміз. Видеода көрсетілгендей етіп, тегістеп, дөңгелетіп аламыз. Дөңгелек қамырларды противенге салып, ортасын қасықпен басып шығамыз. Булочкаларымыздың ортасына начинкамызды саламыз. Құрамын описанияға қалдырып кетемін. Үстіне жұмыртқаның сарысымен бір ас қасық сүтті араластырып жағып шығамыз. 180 градуста қызып тұрған пеште жарты сағат пісіріп аламыз. Осымен біздің творог қосылған булочкаларымыз дайын болды. Өте жұмсақ болып шығады. Егер видео ұнап жатса лайк басып, каналыма тіркеліп қойыңыздар.